Бүгінгі өздеріңізге таныстыратын бұрынғы ата-бабаларымыздың қолөнер бұйымдарының біреуі байырғы күміс ер-тұрмандар. Міне көрдіңіздер. Абай сыйға тартыпты Айгерімге, әшекейлі ер сыйлап бай көңілге, ер тоқымның қадырын білмек түгіл, еркек сыйлар ізет бар қай келінде деп. Мынау байырғы сол ата-бабаларымыздың қолөнер бұйымдарының бірі күміс ер-тұрман, алтын ер-тұрман. Сол кездегі міне ата-бабаларымыз мынау ердің қасына алтын жалатқан, мына күміс ердің қасына бұрынғы алтын ер күміс ерлеріміз 100 қанша жыл болған тарихы бар бұрынғы ата-бабаларымыздың көзіндей көріп астына мініп жүрген ер-тұрмандар. Ал олай болса тағы да 5 тұрманымыздың біреуі мынау тұрған 200 жылдық күміс жүген. 200 жыл болған күміс жүгеніміз таза. Сол кездегі шебер ұсталарымыз күмістен жасаған. Тарықтай бұл өздерің ноқта менен жүгенді, ұқсамайтын жерлерін үйренейік біз енді. Тізгін сулық ауыздық, мүшелері жүгеннің ауыздығын салудық, алдында асау мінердің дейді. Сол жылқының басына тағылады жүген. Ал енді мынау жүгеннің жанында тұрған бұл ноқта. Бұл да байырғы шеберлеріміз күмістен жасаған күміс ноқта. Ұстап алған жылқының жақындай бер қасына, мал болса да біл сырын ноқта салып басына деп. Сол жылқының басына салатын ноқтасы. Ал енді мынау тұрғанымыз жаңағы өмілдірік. Аттың кеудесінен тартылатын, аттадам тауға қарай, өрге қарай шыққанда артына қарай жібермей тұратын байырғы ұсталарымыздың жасаған күміс өмілдірігі. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар. Таза күмістен жасаған. Қазан атқа қай қазақ өмілдірік тақпаған, ер кетпейді тайған ат, өрге шықса ат адам деп. Сол жаңағы күміс өмілдірігіміз. Ал енді мынау тұрған бұл да сол байырғы қазақ ұсталарының әшекейлеп күмістен жасаған құйысқан. Қазақ айтады, құйысқаның мықты болсын деп. Құйысқан ердің артқы қасынан аттың құйрығына тартылып салынатын. Атты адам төмен қарай, еңіске қарай жүргенде алдыға қарай ерді жібермей тұру үшін жасалған байырғы күміс құйысқандарымыз. Қол жасаған зерделеп бір абзалы жүйріктің, бекітілер ерге кеп артын орап құйрықтың деп. Міне сол замандағы күміс құйысқандарымыз. Ал енді мынау тұрған бұл да сол күміс пыстан. Бұл негізі ердің жаңағы үстінен тартылатын, төс айыл салып тартылатын құйысқан. Ал енді мынау тұрғанымыз бұл да сол бұрынғы қазақ ұлтымыздың байырдан келе жатқан қолөнер бұйымдарының бірі. Бұл да бір тері иленген теріден жасайтын чалмарқан. Мынау қайыстан, қайсарқан деп қоямыз. Арқан деген ежелден қазақтың бір бұйымы, білгін келсе тереңнен сөздің мынау түйіні. Таспаланған теріден қайыс арқан өрілер, жылқы ұстайды онымен ат үстінде серілер деп. Мынау сол арнайы шалмарқан қайыстан жасалған. Сонымен міне өздеріңіз көріп отырсыздар. Өзіміздің байырғы ат абзалдары, байырғы мұраларымыз. Ал енді мына тұрған болса қамшы. Жаңағы құл болсаң төбеңде, би болсаң қолыңда ойнайды деп. Мынау сол бұрынғы қамшыларымыз. Бұны да әшекейлеп аңның сирағынан жасаған бұрынғы. Міне бүлдіргөз өздеріңіз көріп тұрсыздар.